Баршаңызға сәлем, мен құрметті көрермендерім, мен арнама қош келіпсіздер. Бүгін кабачкиден өте дәмді әрі оңай жасалатын тіске басар дайындаймыз. Ең алдымен кабачкиді жұқа ұзын бөліктерге кесеміз. Сондай-ақ тіске басарды баклажаннан дайындасаңыздар да болады. Кабачкиларымызды батыратын кляр дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға тұз және қара бұрыш қосып араластырамыз. Және де қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Кесілген кабачки тілімдерін жұмыртқаға жақсылап батырып аламыз. Содан соң панировочный сухариға ұнатып аламыз. Табаға пергамент төсеп, кабачкиларымызды салып шығамыз. 180 градуста 15-20 минут уақыттай пісіріп аламыз. Қаласаңыздар духовкада пісірмей қуырып алсаңыздар да болады. Кабачкиіміз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Майонезге чеснокты майдалап турап, немесе қысқыштан өткізіп қосамыз. Майонездің орнына қаймақ пайдалансаңыздар болады. Майонезге көкшөпті майдалап турап қосамыз. Мен укропты таңдадым. Сондай-ақ кептірілген көкшөп қоссаңыздар болады. Майонезімізді жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Сондай-ақ бізге салат жапырақтары қажет болады. Қазанақтарды кабачкидің арасына салғанға ыңғайлы етіп, кішкене бөліктерге бөлеміз. Кабачкиіміз қызарып, әдемі болып пісті. Енді тіске басарымызды жинауға кірісеміз. Кабачкиге майонез жағып, салат жапырағын қойып, ортасына қызанақты саламыз. Кабачкиді әдемілеп, дөңгелетіп шығамыз. Қалған кабачкилерді де тура осылай жинап шығамыз. Әдемі әрі дәмді тіске басарымыз дайын болды. Егер де видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Арнама жазылмасаңыздар, міндетті түрде жазылып, қолдап қоюларыңызды сұраймын. Астарыңыз дәмді болсын.